10-шы тарау. Таң шапағаты. Өмірді өзгертетін 30 күндік бағдарлама. Экстраординар. Өмір маңызды өмір салаларын күнделікті әрі үздіксіз жетілдіру. Робин Шарма. Жайлы ортадан шыққанда өмір басталады. Нил Дональд Уолш, жазушы. Аз уақытқа сайтанның қорғаушысы бола тұрайықшы. Таң шапағаты әдісі өміріңізді 30 күннің ішінде өзгертетіні рас па? Айтпағым, адам өміріне осынша тез әсер ете аларлық бірдеңенің бар болуы мүмкін бе? Менің өмірімде бәрі де солай болғанын айтып өттім ғой. Өмірім күйреген сәтте бәрі өзгерді. Өзге мыңдаған адам туралы да осылай айтуға болады. Сіз бен мен сияқты қарапайым адамдардың өмірі осы бір экстраординар тәсілдің арқасында күрт өзгеріп жатыр. Алдындағы тарауда сіздер 30 күн ішінде әрбір әдетті нығайтуға болатын қарапайым әрі тиімді стратегия жөнінде білдіңіздер. Таң шапағаты. Өмірді өзгертетін 30 күндік бағдарлама. Аясында өміріңіз бен жетістігіңізге қандай әдеттер неғұрлым игі әсерін тигізетінін анықтайсыз. Болсам деген адамыңызды ақырында неге жеткіңіз келетінін түсінесіз. Сосын 30 күн бойы сол бағытқа қарай өміріңізді өзгертетін әдеттерді қалыптастыруға кірісесіз. Денсаулық, дәулет, айналаңызбен қарым-қатынас яки өзіңіз таңдайтын кез келген сала. Өмірдің бағдарын өзгертіп, оның сапасын да бірден арттырасыз. Ақырында кім болатыныңыз да, қандай жетістікке жететініңіз де соған байланысты. Сыйақыны қарастырайық. Таң шапағаты. Өмірді өзгертетін 30 күндік бағдарламаны орындауға бекінсеңіз, ғұмырыңызда өміріңіздің әр саласына іргетас болатын жетістіктің негізін қалайсыз. Таңертең ояна сала осы әдісті орындасаңыз, әр күніңізді жоғары деңгейдегі тәртіпке, айқындыққа, тұлғаңызды дамытуға бағыттайсыз. Осылайша қалағаныңыздай жеке, кәсіби және қаржылық тұрғыда экстраординар деңгейге көтеріліп, болсам деген адамыңызға айналасыз. Оған қоса таң шапағаты концепциясын іс жүзінде асырғысы келетін адамнан оны әдет қылатын адамға айналасыз. Сол әдет сізді үздіксіз жетілдіріп, өзіңіз арман еткен өмір иесіне айналдырады. Әлеуетіңізді толықтай ашасыз. Бұрынғы жетістігіңізден 1000 есе артық жетістікке жетесіз. Жетістікке бастайтын әдеттерге қоса жаңа дүние танымның негізін қалайсыз. Сыртқы әлеміңізді де, жан дүниеңізді де байытар дүние танымсыз өмірді жақсарту мүмкін емес. Life Savers әдісін күнде орындай жүріп, денеңізді жаттықтырып, тыныштықта, интеллектуал, эмоциялық, рухани жетіліп үйренесіз. Аффирмация, елестету, жаттығу, оқу мен күнделік жазуға әдеттенгеннен көп дүниеге ие боласыз. Бұрынғыдан әлде қайда сабырлы боласыз. Ойыңыз жинақталып, мақсатыңыз айқындалып, бақытты адамға айнала бастайсыз. Өмірге деген құштарлығыңыз оянады. Күш-қуатыңыз тасып, санаңыз тұнықталып,
алға қадам жасауға қол ұшына түсесіз. Ең басты мақсаттарыңыз бен армандарыңызды орындауға ықыласпен кірісесіз. Есіңізде болсын, жағдайыңыз бойыңыздан өмірін өзгерте алатын адамды оятқанда ғана түбегейлі өзгереді. Осы 30 күн сіз үшін жаңаның бастауына айналмақ. Қолыңыздан бәрі келеді. Бұл бағдарламаны 30 күн қатарынан орындай алмаймын-ау деп күмәндансаңыз, сабыр етіңіз. Бұл қалыпты. Әсіресе бұрын таңертең ерте тұру тым қиын болған болса, адамның бәрі артқы айна синдромына шалдыққанын естен шығармаңыз. Күмәніңіз бен күйгелектенуіңіз болжанған күй ғана емес, шын мәнінде бұл бағдарламаны орындауға дайынсыз деген белгі. Әйтпегенде күйгелектенбес едіңіз. Таң шапағаты арқылы әлеуетін ашып, өмірін өзгерткен, бар кедергіні жеңе білген, өзге де мыңдаған адамның сенімін бойыңызға жинап алуыңыз керек. Сондықтан қазіргі сәтті пайдаланып, жетістікке жеткен адамдардың бірнеше мысалын айта кетпекпін. Олар маған бұл туралы өздері айтып берген. Өзгенің мысалы адамға шынымен құлшыныс сыйлайды деп ойлаймын. Себебі мұндай жеңіске өзіңіз де лайық екеніңізді сезінесіз. Мелани Деппенің айтып берген хикаясына өз басым қатты толқыдым. Ол Селлингсборгтан шыққан кәсіпкер. Маған былай деп хат жазды. Таң шапағаты әдісінің 79 күніне келдім. Содан бері бір күнді де текке өткізбедім. Шынымды айтсам, бастаған ісімді соңына дейін жеткізуге бірінші рет бел буып отырмын. Қанша күн өтсе де күш қуатым тасып тұр. Күнде таңертең оянуды асыға күтетін болдым. Таңғаларлық жайт. Таң шапағаты өмірімді түбегейлі өзгертті. Студент күнімде мектеп оқушысы кезімде таң шапағаты әдісін білмегеніме қатты өкіндім. Себебі Уоллонг Крик студенті Майкл Ривз бұл әдіс оның өміріне қалай әсер еткенін былай деп айтты. Таң шапағаты туралы алғаш оқығанымда керемет қой, көмегі тиер деп ойладым. Бірақ колледж студентімін. Оқу 19 бөлімнен тұрады. Өзім штатта жұмыс істеп жүрмін. Сондықтан мақсатыма жетуге арнайы уақыт бөле алмадым. Таң шапағаты туралы естімей тұрып, сабаққа дайындалу үшін таңғы 7 не 9-да оянып жүрдім. Енді 5-те тұрамын. Күн сайынғы даму нәтижесінде көп өстім. Таң шапағатын жақсы көремін. Ал студенттік шақпен қоштасып үлгерген Натания Грин қазір йоганың нұсқаушысы болып Сакраментода жұмыс істейді. Ол да өзінің әлеуетін Калифорния университетінің студенті кезінде таң шапағатының көмегімен ашқанын айтады. 2009 жылы желтоқсанда Дэвистегі Калифорния университетінде студент едім. Сол кезде таң шапағаты әдістерін қолдануды бастадым. Өзгерісті бірден байқадым. Ұзақ мерзімді мақсатқа жылдам жеттім. Салмақ тастадым. Сүйіктімді кездестірдім. Оқуым жақсарды. Табыс табудың бірнеше көзін аштым. Осының бәрі 2 айдың ішінде болды. Содан бері қанша жыл өтсе де,
таң шапағаты күнделікті өмірімнің ажырамас бөлігі. Балтимордағы аймақ менеджері Рей Кияфардинидің табандылығы таңғалдырады. Кітап туралы таң шапағатының 83-ші күніне келдім. Ол туралы бұрын білмегеніме өкінемін. Қазір күні бойы сергек жүретін болдым. Жұмысты да, өзге міндеттерді де ойлап жүремін. Соған қарамастан ынтам да, қуатым да тасып тұрады. Таң шапағатының арқасында жеке өмірімде де, кәсібімде де діттегеніме жете бастадым дейді. Ең соңында Роб Леройдың хикаясы тіптен таңғалдырды. Ол Сакраментодағы клиенттермен жұмыс істейтін аға менеджер. Хатында бірнеше ай бұрын таң шапағаты әдісін қолданып көрейін деген шешім қабылдадым. Өмірім аяқ астынан өзгерді. Тіпті оған әзер ілесіп келемін. Сондай жақсы адамға айналдым. Өзгелер де еліктей бастады. Жұмысымда қиындық туған еді. Таң шапағатын бастағаннан бері оның бәрі жақсы жаққа өзгерді, деп жазыпты. Бұл қарапайым, мен және сіз сияқты адамдардың жеткен жетістігі жайындағы хикаялар. Бұрын әлеуетін толық ашпастан өмір сүрген адамдардың өмірі таң шапағатының арқасында басқа қырынан ашылып, шыңыраудан шығып, келесі белеске өтіп, өздері қалаған, аңсаған, лайықты жетістікке қол жеткізді. Жетістікке бастар, басты принципті еске салатын мезет келген сияқты. Бұл адамдар жетістікке жетсе, демек, сіздің де қолыңыздан келеді. 3 қадамнан тұратын бағдарламаны орындауға дайындық. Бірінші қадам. Таң шапағаты өмірді өзгертетін 30 күндік бағдарламаны жедел бастауға арналған тапсырмаларды дайындау. www.facebook.com групп микролэкоморкинг-казакех сілтемесі арқылы Фейсбуктен топқа кіріп, таң шапағаты өмірді өзгертетін 30 күндік бағдарламаға қажетті тапсырмаларды тегін жүктеп алыңыз. Жаттығулар кешенін, аффирмацияны, әр күнді бақылау кестесін, осы бағдарламаны бастауға, бастан аяғына дейін неғұрлым жеңіл әрі ыңғайлы өткізуге қажетті дүниенің бәрін сол жерден таба аласыз. Екінші қадам. Алғашқы таң шапағаты әдісін жоспарлау. Алғашқы таң шапағатын неғұрлым тездетіп жоспарлаңыз. Мүмкін болса ертеңге белгілеңіз. Қай жерде орындайтыныңызды шешіңіз. Жатын бөлмеден шығып кету керек. Сонда төсекке қисая кетуге мүмкіндік болмайды. Таң шапағатын негізінен қонақ бөлмедегі диванда өткіземін. Бұл уақытта үйдегілердің бәрі ұйықтап жатады. Кейбір адамдар далада, біреуі табиғат аясында, мысалы есік алдына шығып, не үйінің кіре берісінде жасағанды ұнататынын айтады. Біреулер жақын маңдағы саябаққа барады екен. Өзіңізге ұнайтын орынды таңдаңыз. Ешкім бөгет жасамайтын жер болса болғаны. Үшінші қадам. Жедел бастап кету үшін берілген тапсырманың алғашқы бетін оқып, шығып, жаттығудың бәрін жасау. Жедел бастап кетуге арналған тапсырмалардың алғы сөзін оқыңыз. Нұсқаулыққа қарай отырып, жаттығулар жасаңыз. Өмірдегі әрбір маңызды дүние іспетті, таң шапағаты, өмірді өзгертетін 30 күндік бағдарламаға да
арнайы дайындық қажет. Сондықтан барлық тапсырманы мүлтіксіз орындауыңыз керек. Таң шапағаты әдісіңіз оған деген дайындықтан басталатынын ұмытпаңыз. Яғни психологиялық, эмоциялық, ментальдық тұрғыдан сол күнгі не бір күн бұрынғы кештен бастаңыз. Оның үстіне 5-ші тарауда баяндалған процеске сай болуға тиіс. Яғни оятқыштың қайталау батырмасын баспайтындай жылдам әрі сергек оянудың 5 қадамдық стратегиясы сияқты. Бірінші қадам – есеп беруге лайық серіктес табу. 3-ші тарауда жетістікпен есеп беру міндетінің арасында көзге көрінбес байланыс барын айтып өттік. Әр адамға қолдау көрсетілсе, ұтары анық. Әсіресе жауапкершіліктің бір сатысынан неғұрлым жоғары санатқа өткізетін таң шапағаты өмірді өзгертетін 30 күндік бағдарлама аясында серіктес тауып, ынтымақтаса отырып, бір-біріне есеп бергені тиімді. Бірақ бұл талап емес, тек кеңес ретінде айтып отырмын. Жауапкершілікті тек өзіңіздің емес, өзгенің алдында да сезінсек, барлық тапсырманы аяғына дейін жеткізудің мүмкіндігі арта түседі екен. Сонымен қатар бір өзің жасағаннан гөрі басқа біреумен бірлесе істеген іс көңілдірек. Егер нені болса да жалғыз істеуге белді бекем болсаңыз, құлшынысыңыз бен жекелей міндеттеріңізде белгілі бір күш қуат болады. Ал айналаңыздағы әлдекім, дос, туыс, әріптес болсын, сізбен бірдей қобалжып, бірдей сезімді бастан кешіп жатса, ендеше бұл күш қуатты бірнеше есе арттырады. Дәл бүгін бір немесе бірнеше адамға таң шапағаты өмірді өзгертетін 30 күндік бағдарламаны бастайтыныңызды айтып, хат жазыңыз, телефон шалып ескертіңіз, маған қосыл деп ұсыныс айтыңыз. Сонымен қатар бұл бағдарламаны бастау үшін бір тиын шығын шығармайтынын ескертіңіз және таң шапағаты туралы қысқартылған сұхбаттарды жүктеп алуға болатынын да айтуды ұмытпаңыз. Ал егер сізге өмірін келесі деңгейге шығарғысы келетін серіктес қосылса, жақсы емес пе? Екеуіңіз бір-біріңізге есеп беріп, қолдап отырасыздар. Таң шапағаты кітабының 2 тарауы тегін. Таң шапағаты сабағының 2 видеоролигі тегін. Таң шапағаты сабағының 2 аудиожазбасы тегін. Маңыздысы, таң шапағаты өмірді өзгертетін 30 күндік бағдарламаны серіктес тапқанша бастамай күтіп отыра бермеңіз. Осы жолға сізбен бірге шығатын адам табылса да, табылмаса да, алғашқы таң шапағатын ертең бастап кетіңіз. Кейінге қалдырмаңыз, күтпеңіз. Өз тәжірибеңізді бөліскенде қасыңызға серіктес табу әлде қайда оңай болады. Өзіңіз бастай беріңіз. Мүмкіндік туған сәтте досыңызға, туысыңызға, әріптесіңізге таң шапағаты әдісін бастауға ұсыныс жасарсыз. Өміріңізді келесі деңгейге көтеруге дайынсыз ба? Ол қандай екен? Жеке өміріңіздің не мансабыңыздың кезекті деңгейін айтамын. Жетістікке жету үшін өміріңіздің қай саласын өзгерту керек? Небәрі 30 күн жұмсап, өзіңізге үлкен сый жасаңыз. Күн сайын жаттығу жасап, өміріңізді жаңа белеске шығарыңыз.
Өткен өміріңіз қандай болса да, қазіргі сәтті өзгерте отырып, келешегіңізді өзгертуге болады. Түйін: бүгініңіз кім болғаныңыздықтан кім бола алатыныңызға жетелейтін күн болсын. Күн сайын ояна сала, бүгін тірі оянғаным үшін мың алғыс. Маған адам болып өмір сүру мүмкіндігі беріліпті. Ендеше пайдаға жаратайын. Бар күш қуатымды өзімді жетілдіруге жұмсап, жүрегімді өзге жандарға ашуға ынталымын. Шамам жеткенше айналама шуақ шашуға дайынмын деп ойлаңыз. Далай Лама. Заттар өзгермейді, өзгертетін біз. Хенри Дэвид Торо. Қазіргі болмысыңыз бұрынғы іс-әрекетіңіздің нәтижесі, ал болашақ сипатыңыз дәл қазір қандай шешімге келеріңізге байланысты болмақ. Иә, шешім қабылдайтын уақыт келді. Өзіңіз шын қалайтын, әрі соған лайық екеніңізді білетін, бақыт пен байлыққа, денсаулыққа, жетістік пен махаббатқа толы өмірге қадам басуды ертеңгі күнге қалдырмаңыз. Сол өмірдің іргетасын қалауды осы сәттен бастаңыз. Дәл қазір сол өмірді сүріңіз. Менің ұстазым Кевин Брейси әр кез ұлы адам болу үшін белгілі бір сәтті күтпе дейді. Өміріңізді жақсартқыңыз келсе, алдымен өзіңіз жақсы жаққа өзгеріңіз. Дәл бүгін www.tmmbok.com сайтына кіріп, таң шапағаты өмірді өзгертетін 30 күндік бағдарламаға қажетті тапсырмаларды жүктеп алыңыз. Есеп беріп отыратын серіктес табыңыз. Не жалғыз болсаңыз да, алғашқы таң шапағатын қарсы аламын деген шешімге келіңіз. Ертең сол тапсырманы орындаңыз. Есіңізде болсын. Ертең өзіңіз бұрын соңды ойламаған ең ғажап өмірге аяқ басатын күн. Қолдауым керек болса, өміріңіздің құндылығын арттыруда көмек қажет болса айтыңыз. Өзгелерге көмектесейік. Сізге бір өтініш айтсам бола ма? Осы кітап өмірлік құндылығыңызды аз да болсын арттырса, оны оқыған соң жағдайыңыз жақсарса, таң шапағаты жаңа серпін беріп, өміріңіздің кез келген саласында жаңа белесіне көтерілуге ықпал етсе, жақсы көретін жандар үшін бір игі іс істерсіз деген үміттемін. Оларға мына кітапты беріңіз, уақытша бере тұрыңыз, оқып шығуын сұраңыз. Туған күніне немесе жаңа жылға сыйлық ретінде сатып алып сыйлаңыз. Тіпті жақсы. Әр күнді жаңа жыл сияқты қарсы алуға ықпал ететін кітаптан артық сый бар ма? Ал шын мәнінде арнайы күнді күтудің қажеті жоқ. Жай ғана кітапты сатып алыңыз да, жақын адамыңызға апарып, сені қатты жақсы көремін, өмірің бұдан да жақсы болғанын қалаймын, мына кітапты оқышы деуге болады. Егер сіз де мен сияқты адал дос, жанашыр туысқан, әр кез жандарының жақсара түсуін қалайды деп ойласаңыз, онда оларға осы кітапты сыйлағаныңыз жөн. Бұл кітап туралы елдің бәріне айтыңыз. Сол үшін сізге алдын ала алғыс айтамын. Егер сіз де мен сияқты адал дос, жанашыр туысқан, әр кез жақындарының жақсара түсуін қалайды деп ойласаңыз,
онда оларға осы кітапты сыйлағаныңыз жөн. Бұл кітап туралы елдің бәріне айтыңыз. Сол үшін сізге алдын ала алғыс айтамын. Арнайы шақырту. Таң шапағаты қауымдастығы. Таң шапағаты кітабының оқырмандары мен кітаптағы идеяларды тәжірибеге асырушылар бірлесіп тамаша қауымдастық құрды. Бүкіл әлемнің 200 мыңнан астам тұрғынын қамтитын қауымдастық мүшелері таң сайын ерте оянып, әр адамда бар шексіз әлеуетті жүзеге асыру мақсатында бір-біріне қолдау көрсетеді. Таң шапағатының авторы әрі идеяны ұсынушы ретінде мен онлайн қауымдастық құруды парызым деп санадым. Ол жерде оқырмандар бірлесіп, өзара қолдау көрсетіп, озық тәжірибесін бөлісіп, бір-бірінен үйреніп, кітапты талқылап, видеороликтер салып, есеп беріп отыратын әріптестерін тауып, тіпті ұнататын сусындарының рецептін бөлісіп, жаттығуларын көрсете алады. Дегенімен таң шапағаты қауымдастығы осыншама күш-жігер мен шабытқа толы болады деп ойламаған едім. Бір-біріне қолдау көрсету мен есеп беру жағынан мен ойлаған деңгейден әлде қайда асып түсті. Онлайн қауымдастық мүшелерінің қарқыны мен талабына әрқашан қайран қаламын. Фейсбуктен таң шапағаты тобына қосылуға өтініш қалдырыңыз. Сол сәтте ақ әлем бойынша таң шапағаты қағидаларын жүзеге асырып жатқан 100 мыңнан астам адаммен байланыс орната аласыз. Ол жерде таң шапағаты саяхатын енді бастаушылар да, жылдар бойы тәжірибе жасап келе жатқандар да бар. Қай-қайсысы болсын, қуана кеңес беріп, жетістікке жету жолында қолдау көрсету үшін аянып қалмайды. Мен ол жерде модератормын. Жазылған пікірлерді үнемі қадағалап отырамын. Сізбен кездесуді де асыға күтемін. Менімен байланыс орнатқыңыз келсе, барлық ресми әлеуметтік желіге тіркелгенмін. Сондай ақ соңғы шыққан видеороликтерімді youtube.com/hell-elred сайтынан көре аласыз. Өзіме тікелей хабарлама жазып, пікір қалдырып, сұрақ қоюыңызға да болады. Әр сұраққа жауап беруге әзірмін. Тек тезірек байланыс орнатуға асықпын. Қазақ тілді оқырманымызды Facebook желісіндегі арнайы ашылған таң шапағаты тобына шақырамыз.